Сәлем достар, бүгін біз осылай мен жалғыз өзім 99 түн орманда ойын ойнаймын. Қасында ешкім жоқ. Бірінші, костерді біз жағу керекпіз. Достар, соңғы кездері мен видеоларым өте аз қаралым жинап жатыр. Сондықтан сіздерден лайк басып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Мені баршаңыз қолдаңыздар. Давайте бүйтіп қояйық. Сосын бірінші угольді саламыз. Сосын нан саламыз. Достар, біз ең бірінші ағаштарды осылай сындырып тастау керекпіз сразу. Карта салып тастаймын мен. Достар, сіздер қазір байқасаңыздар, осы 99 түнде обновление болады ғой, сол кезде прям өте аз уақыт болады ше. Прям андай уақытты тез бітіп қала ма, еще сразу барлығын сундук беріп, сөйтіп несеп тастайды ше. Негізі ең бірінші өйтіп не істемейтін еді ғой. Тез өтпейтін еді, андай аз болып өтетін еді бір. Сондықтан мен қазір өйтіп обновлениеге көп кірмеймін. И то қазір обновлениеде тек осы қыс туралы айту мүмкін. Так что мен оған кіргім келмейді. Достар, бүгін біз осы Аяз атаның үйіне кіріп көретін боламыз, қасымызда тұрған мына Аяз атаның үйіне кіреміз. Достар, бізге осындай дөңгелек осындай заттар жинау керек ше. Сосын жаңағы Аяз атаның үй жағында елкалар болады. Біз сол елкаларды безендіру керекпіз осы. Огни деп тұру, не рождественные деп. Солармен безендіру керек. Сол кезде бізде Аяз атаның үйі ашылады. Бірақ соның ішінде не бар? Ақтатын бір нәрсе бар. Оны көбісіміз білуіміз мүмкін. Кейбір білмейтіндер де бар. Так, біз дальше лутация етеміз. Міне, достар, біздің костеріміз уже не істеді. Мен де қаншама уголь бар, соның бәрін шығып кетеді. Барлығын санаймын. Достар, біз мына жерден осындай менде 20 теңге бар, оған мен не алсам болады деп ойланып тұрмын. Лестница алайын әйтеуір. Жанымызда эльфтар пайда болып жатсам, соларды құтқарамын. Еще, достар, мен қазір қарным ашып жатыр. Өлсей, құдай, өлсей. Достар, артқы фон қатты естіліп жатса, оған мән бермеңіздер. Неқа бір нәрсе түсіп кетті ма, не қылды? Да, біз крыльчаны алатын керек. Бірақ ояқта крыльчанаға алсын деменде барлығы бар. Хороший мешок, хороший топор. Тағы не бар? Фонарик бар. Так, қай қарсақ болады? Ана жақта палатканы барайық, сол палатка жаққа. Жоқ, ана палатка, еще плюс. Осы тыйындар бізге өте қатты керек, достар. Тыйынсыз. Еще ана жерде банк банал. О, как раз повезло. Канки, анна бера. О, все, өлді. Енді мына жақтағы волктар бар ма неқта? Волк жоқ екен. Не, уголь жатыр, достар. Костюм аламыз. О, кожаный корпус берді. Так, достар, қараңыздар. Міне осы... мен аяғымда жоқ қойтпақшы. Ой, аяққа мына жер коньки болған кезде қазір сіздерге көрсетемін қалай оны ойнау керек екенін. Көбісі білмейді деп ойлаймын. Или біледі, білмеймін. Так, осылай тыйындар жинаймыз. Ішіне не түседі екен сундуктан? Револьвер. Рахмет. Енді біз... Ой. Біз тез неге бару керек бізге? Ана жақта... Волк па? Ана, алу керек бізге. Ана, бір нәрсесі керек. Кеттім. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментке өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де алдағы уақытта, сіздерге айтарым, алдағы уақытта қандай ойындар ойнайық, соны комментке жаза кетіңіздер. Біз, мен или Артур екеуміз соны ойнайтын боламыз. Достар, мен енді біліп жатырмын да. Мен бұрында ойладым, мына гирляндалар, мынау не деп босқа басылмайды. Оказывается, бұны біз ағашпен сындырсақ, бізге осындай береді екен ғой. Мен
ойланып типа мынау не екен деп ойланып жүрсем, короче достар, біз кеше жаңағы жинаған ақшамызға осындай не алам, короче лестница алдым, лом алам және де осындай алам, жағы аты коньки алам. Енді конькимен мен кеттім. Мынаны сындырып алайын ба? Тез сындырып тастайық. Тек өсәуірін алып алайын ба или что? Достар, если что артқы фон сіздерге өте қатты шумный болып естіліп жатса, оған мән бермеңіздер. Так. Тез достар, мына жерде мен бір эльфті көріп тұрған сияқтымын. Оған көмектесетін боламыз. Осылай. Осы эльфта түсетін подаркаларды өте қатты жақсы көремін, себебі ішіне күшті заттар береді же. Кей кезде культовый самоцвет дейтін нәрсе береді, ол ұнамайды маған. Я, достар, өте күшті зат береді екен. Өте әдемі зат берді маған. Сындырайын ба, сындырмай қойын ба? Сындырмай қойыншы. Так, мен вообще-то сундук ашып жүрген сияқтымын ғой, не деймін? Ой. Жүре берейінші. Так. Ана жақта бір эльф бар екен, сол эльфқа барып қайтайық. Баскетбол ана жаққа дейін шыққан. Ей, Достар, мен тамақты алып жатқан жоқпын, себебі керек емес деп ойлаймын. Ойбай, керек қой. Бірақ андай сагында заттар толып тұрды деп ойлап қалдым. Мына жақта карта ашылмаған екен ғой, ту. Мен өзімше эльфті құтқарам деп атсам, білем да қалай құтқару керек екен. Мен мына жаққа вообще кіріп кірген жоқпын мен же. Так, достар, мен картаны үлкейттім, енді смело жүре беруге болады. Короче, мына жаққа келеміз. Эльфпен сөйлеспей қояйын, сразу бастап кете берейін. Мына жақта біз осылай үстіп, ойбай, скорость азайт. Спринт деген кнопканы алып тастаймыз да. Ана типті не болады. Короче, осылай мына типа паркур сияқты ғой, үстіп жүреміз, короче. Тип кетуге болмайды, тип кетсе, қайттан бастайсың, короче. Ане көрдіңдер ма? Тип кеттім мен. Еще осы кезде волктар шығуы мүмкін. Сол волктар, қатты теспейді енді, волктар қалып қояды да. Вот альфа волк шықса, конечно, теседі енді. Міне, мысалы, мына волк жүр қасында. Мысалы, мен ойлайым, мысалы, сенде 2 рекорд болады, және заезды деген 2 болады. Сол кезде сен бір тесең, мысалы, тиіп кетем ғой, сол кезде барлығын қайта 0 деп бастайсың деп ойлап тұрмын. Сөйлеңдер тағы да. Короче, соңғы последний круг қалып, достар, менде. Почти жақындық қалдым. Опа, все, достар, маған подарка берді. Көрдіңдер ма, мне осылай істейсіңдер десем. Ішінде ледяной топор. Ойбай. Ана жердегін құтқардым. Ананы жинап алып кетеміз. Так. Да, достар, менде 6 рождественный огонь ба, сондай бір нәрсесі бар. Короче, соны қазір барлығына іліп жасап істеп қайтамын. 6 болса, примерно 8-ін жасап алам ғой. Вот. Так, қандай бар? Мына үйге мен кіріп көрдім ба? Что-то кірмеген сияқтымын. Мә, достар, еще бүгін культистер келеді екен бізге, прикиньте. Вообще ол туралы білмеген. Бармай-ақ қойып, осы жерде тұра берсем не болады? Біреу келе ма маған? Келеді ғой жұбы. Мынаның төбесіне тұрайын ба өстіп? Ойбай. Прикиньте, тығылып қалдым. Короче, достар, мен жаңа ғана осылай костерға келдім. Жаңағы ненің қасындағы уже көрдіңдер ма? Андай түн батып жатыр. Мен мамонт өлтіріп қайттым. Мамонтты өлтірдім. Как-то өлтіру примерно өте оңай болған сияқты маған. Мен қайттан жаңағы жерге баратырмын. Сол жақтан бір нәрсе ұмытып кеттім мен. Топливая канистру ұмытып кеттім. Не тұр не? Соны алып қайтамыз. Соны қайттан бір мамонт өлтіріп қайтамын тағында. Әйтпесе не болып жатыр? Скучно болып кетті уже. Мен айтпақшы, 6 тағы да не істеу керек маған? Ойбайдан қара. Мен өзімнің қыпымаз екен ғой, достар.
Все, өлді. Енді біз қазір астыға түсеміз. Осы ребра бар емес па? Сол өте күшті прям. Бірақ оны алу вот өте қиын. Өте қиын. Мен жаңағы неме барам ғой. Елкама. Елка. Що таптым достар? Мне елка. Мен яқты бәрі ашық жақтарында екен ғой. Що бітірі? Топливая канистра. Неге слишком үлкен болып кетті. Так. Канистра. Рахмет. Мені ашамыз. Болсай. Ішінде қашан маған винтовка береді екенсіңдер? Винтовка подарить етіңдер, пожалуйста. Так, все, кеттік. Кететін уақыт болды. Конфеттерді алмайм, потому что өздері көрінді ма маған береді осылай. Сагымның жартысы примерно бір топливо, көбісі тамақ, кішкенесі темір. Так, достар, тез. Мен даже бала құтқармадым, соның бәріне уақыт керек маған, достар. Короче, мен бала құтқарған кезде көрсетін боламыз. Достар, еще қарандар, қара. Барлықтарым білет жасындар, қарандар. Көріндер ма, қаншама тамақ десен. Достар, мен міне бір баланы құтқарып келдім. Тамақтарым шашылып отыр прям. Негізі менде всегда тамақ болмайтын еді ғой. Күшіне бап, маман өлтірдім әйтеуір. Енді менде тек қана бір нешеуіне қалды менде елка. Достар, бар екен ғой. Менде қаншама нешеуі бар? Төртеу ма? 4-ақ елка қалды. Менде біреу бар, енді үшеуін істеу керек. Мен екі не көріп тұрған сияқты. Все, өлді. Так, ананы да өлтіреміз. Все. Тамақтарым жетет алмай қойын. Так, енді маған... Достар, қараңдар ана жақта. Ана жақта инопланетян жүр. Барайын ба? Бармай қойын ба? Бірақ достар, ол жақта лазерный меч күшті да, сондай заттар бар. Бірақ ана альфа-волктан құтылу керек бізге. Қара. Наған деп кетті. Туым сектер болай. Анан қарандар, альфа-волк тұр. Все, өлді достар. Альфаға талам. Бірақ мен все-таки альфаға талам қатсақпын. Өлтіріп көрейін ба? Мен бүкіл альфа-волктарды қарап жүрмін. Случайно. Бәрі нормально екен, бәрі окей. Мен аны алам. Достар, мына жаққа кір дейді маған, прикиньте. Неге? Кірмеймін мен все-таки. Қазір типа мен кірсем, менің бір видеомды көрсеңдер болады, который мен андай не істеймін. Осы инопланетянның сканерлеп, типа сондай территориясына кіремін. Бұл видеоны менің арнамнан көре аласыңдар. Көргендер болса, соған лайк басыңдар, короче. Так, менде все барлығы жиналды. Енді мен қазір уақыт кішкене енді болып қалды, түн болайын деп жатыр. Тамақ жеп алу керек. Содан кейін мен барлығын істеп сіздерге жаңағы аяз-атаның жерін көрсететін боламын. Достар, қараңыздар, маған осылай бір нәрсе көрсетіп жатыр. Тез уақыт достар. Осындай бүкіл елкалар жанып жатыр. Тез көрсетіп шығарына мен кете кіре берейінші. Қайда есігі? Аяз-ата қайдасың? Достар, мен мына жерде өзім озвучать етуге тура келді. Себебі артқы шум өте қатты шумный болып кетті. Сондықтан өзім озвучать етіп жатырман. Достар, мне конец. Қараңдар, анаған қалай барам мен, достар? Лестница керек па мынаған? Ты чё? Достар, мен өзімше болып тұрсам, оказывается, ладно. Достар, көрдіңдер ма, мен бандаж жоқ, ішіме қыпымды қарандар. Мен мынаны өлтірем деп.
телефон кетіп қалды уже. Достар, тағы да мен бұл жерде осуждать етемін. Себебі уақыт алмас үшін осы жерде скорость көбейтіп, осылай өзім атып тұрғаным, яғни көріп тұрғандарыңыздай. Все, өлді достар. Ура, наконец-то. Все-таки лестница қояды екенбіз. Ладно. Ей. Так, біз осы жаққа асықпай осылай түсейік, айтпесем. Так. Мынау тұр екен ғой бізде мына жерде. Ана жаққа тез кіріп кетсем не болады? Достар? Кіріп кетейін ба? Достар, қараңдар, үсті өлтіріп жатырмын, прикиньте. Осылай более-менее қытымен жайылады екен. Все. Ана жерде достарынан қараңдар, аяз ата бар. Мен осы жерде осыны аяз атаны түсінбедім, да? Типа, не істемейді же, өлмейді. Ойбай, мен шошып кеттім ба? Ана жер, мынау атып жатыр мені. Достар, мен ана жақта қыпылмас. Енді мен костерға барайын десем, қараңдар. Костерім өшіп қалып. Так, достар, онда битем қараңдар. Жоқ, мен битем. Ана базаға соғады, я. Қазір битем. Қараңдар. Шыға алмай жатыр вообще. Ауыздарың жаба тұрыңдар, түсіріп аяқ та видеоны. Достар, артық кетсем кешіріңдер. Осылай өлем, короче, достар. Соғыңдар.